Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ezgi құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Бәрекелді, Алла түмен бастайын сөздің басын, қадірменді ағайын аманбысың. Жүрегінде иманы бар әрбір жанға мейірімді Алланың нұры жаусын десек мінекей. Олай болса, ақталған ағарманның үміттері қашан көрсең жүретін күліптегі. Қаумалаған ағайын аманбысың нар толғалы қазағымның бетке ұстар жігіттері. Жас жүректі толғантып тербеткендер, қиял ойды шіркін-ай сонау биікке өрлеткендер. Аманбысың арнайы тойға келген, айналайын күлімтөс бой жеткендер. Таусылмасын ағытылсын ой көші, туысқандар қысылмастан сөйлеші. Ақ тілекті ағытып бір бастайық, бүгінгі кеш, бүгінгі күн, кереметтей қос ғашықтың той кеші. Жүздеріңнен көркем шаттық арайың, болсын солай әрбір күнің әрайың. Тойларыңыз құтты болсын атына, тойларыңыз той қоласын ағайын деп бір құрмет көрсетіп қояйық. Бәрекелді, олай болса ардақтаған ағайын, қазақ деген бес әріп, бес саусағым деп білем, үш саусағым, үш жүзім, екеуі қожа төре ғой. Осыларды ойласам, санама көп келеді ой. Қазақ болса, шапырашты болсын, шапыраштылардай алты құрлықпен қатынасты болсын. Қазақ болса, жалайыр болсын, жалайырдай батыр талайыл болсын. Қазақ болса қыпшақ болсын, менмін дегендер жағасынан ұстап көрсін. Қазақ болса найман болсын, құдай-ай наймандардай қайдан болсын. Қазақ болса кіші жүзден тама болсын, тамаларда ерекше бір дара болсын. Қазақ болса кіші жүзден әлім болсын, әлімдердей алталашқан мәлім болсын. Қазақ болса адай болсын, бірақ адайлардан абай болсын. Қазақ болса қожа болсын, қожалардай таза болсын, қожалардан әбілзәтіне бір бажа болсын. Қазақ болса төре болсын, төрелердей бұзылмайтын кеме болсын. Қазақ болса керей болсын, керейлердей ашылған көбей болсын. Қазақ болса орта жүзден қоңырат болсын, қоңыраттардай жадырап толсын. Қоңыраттарды елемегендер қаңырап қалсын деп бір қошемет ұрып қойайық ардақтағайын. Бәрекелді, әдептен аспай, уақытты созбай, Құдай қаласа алтын уақытымызды бағалап, үлкендерімізге, әулетіміздің үлкендеріне ақ тілектің кезегін берер сәтте келіп жетті ардақтағайын. Олай болса, Жапонда жалғыз ағаш егіледі, жел соқса жапырағы төгіледі. Кереметте ақ тілектің кезегі әулетіміздің абыз ақсақалдары, ақшаулықты аналары. Құдай қаласа сіздерді құрметтеріңізге керемет ән тартып өтем, қабыл алыңыздар. Құрмет қошеметтеріңіз ардақтағайын. Екі жас бақытымыз той-той қаласын ардақтағайын. Шоқпарлы елі. Ағарған селің шашына уайым айман күндерін жастарға жерде қатайындарын мен осы неге білмеген немерелерін ағайларын қарамай елге бөгілген бақыт дегенің бала екен түсіндім ана бөгілген тозарда олмайы сабырмен ұсташылық Есімімді сұрасаңыз арман сары, қолымнан еш түспеген қалам сабы. Мені де анам байқұс туа саптау, үйдегі көбейсін деп адам саны. Руымызды сұрасаңыз, құрбаннан тараған тіни деген ел боламыз. Қапшақ еліне жел боламыз, керей еліне күйеу боламыз. Дәл осылай шоқпарлы елі дөбірлі той жасап жатқан кезде аямай жан шығарып түре боламыз деп маған да бір қошемет ұрып қойсаңыздар. Красавчик. Бәрекелді, қазағым қал жағдайын қалай қазір көз жібертіп қарайлашы маңайға бір. Қырғыздарың әлі күнге 40 пышақ, қазаққамын бір ғана хан ойлап тұр. Одан кейін Қытайдың ұйғырлары отаным деп айтатын бір жапырақ жер таба алмай жүр. Бәз біреулер итпенен шанайдап жүр, біздің қазақ житпенен малайдап жүр. Жасаған көп көрме осы күнді қазақ елін күн сайын арайландыр. Қазіргі бірлігіміз қалай болса, қиямет қайын күнге дейін солай қалдыр деп бір құрмет қошеметтеріңіз ардақтағайын.
Олай болса, ұлың өссе, ұлықтымен ауыл бол, қызың өссе, қылықтымен ауыл бол деп жатады ардақты ағайын. Олай болса, осындай керемет шоқпарлы еліменен құдандалы болып жатырған Құдай қаласа ортамызға асабаның алтын төріне қыпшақ елін шақырғанды жөн көріп отырмын ардақты ағайын. Олай болса, керемет ақ тілекке Құдаға болды ма? Құдаға бердіңіздер ма дегенім ғой. Мынау ендеше ардақты ағайын, сіздердің көздеріңізше айтайын мен бір нәрсені. Бұл енді өмірлік сабақ болар деген оймен айтып отырмын. Мынау қазақта айтады, жол мұраты жету, қыз мұраты кету дейді. Екі жақтағы екі құдағи телефонмен көп сөйлесе бермесе, проблема нету дейді ардақты ағайын. Телефонмен сөйлесіп, жағдай сұрасыңыздар, бірақ артық әңгіме айтпаңыздар. Жарай ма? Ал ендеше жақсылап суретке түсіп алыңыздар. Сіз мына жерге. Көке, авионыңыз бар екен, жайлап соғасыз ғой. Иә. Білмеймін, екеуіңізді соғастыр ғой тұр, құлақ қомаңыздар. Мынау ендеше ардақты ағайын, Құдай қаласа, қазақта керемет салт бар, құда мен құданы төс қағыстыру деп аталады мінекей, Құдай қаласа. Осыған көп болайын деп жатырмыз. Музыка жібер. Жақсы. Бәрекелді. Құданы аяп кеттім ғой, белі үзіліп кете ме деп. Мынау ендеше сәл олай болмайды олай. Дұрыс ардақты ағайын, мына құда осындай болу керек. Бірі құдаң құрдасыңдай дейді мінекей, құдағиың сырласыңдай деп жатады қазақта. Сіз екеуіңіз Мынау бүгінгі өтіп отқан құдалық Мақсат пен Қаракөз қызымыздың үлкен қуанышы. Мынау әпкемізбен жездеміздің қызықшылығы алғашқы. Бүгінгі нағашылар жағындағы құдалық үлкен жұлдыздай мейрамханада, ресторанда болып жатыр. Мынау Арман деген тамадамыз керемет жүргізіп жатыр. Осы екі жас әрдайым бақытты болсын, құдалар 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын. Осы екі жас махаббаттың айдынында екі қос аққудай мәңгілік бірге жұбы жазылмай жүзе берсін. Екеуі үбірлі шүбірлі болып бүгінгі айтылған ақ тілектердің барлығы періште құлағына шалына берсін. Ал құрметті қонақтар, бүгінгі әдемі кешіміз өтіп жатыр. Осы кештің жақсы өтуіне себепкер болған Арман асабаға көп үлкен рахметімді айтамын. Өте керемет өткізіп, жақсылығымызды асырып, кемшілігімізді жасырып жатқан осындай асабалар көп болсын.